Баршаңызға қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ас адамның арқауы арнасы. Бүгін біз піскен еттен және балғын көкөністерді қосып салат жасайтын боламыз. Бұл салатты жасау үшін бізге 150 грамм піскен ет, 1 дана қияр, 1 дана қызанақ, 4 дана жұмыртқа, жарты пияз, 1 дана сарымсақ, горох, аскөк және дәмдеуіштерменен майонез және сметана қажет болады. Бұл салатты дайындау үшін алдыменен піскен етімізді аламыз. Сосын осылай ұзынша етіп турап шығамыз барлығын. Жұмыртқаны да солай. Осылайша ұзынша етіп, барлығын ұзынша етіп кесіп шығамыз. Менің арнама тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде алғашқылардың бірі болып, менің жіберген әрбір видеомды бірінші болып көретін боласыздар. Қиярды да осылайша ұзынша етіп кесіп аламыз да, жіңішке ұзынша етіп осылай тураймыз. Барлық көкөністерді осылай турап шығамыз. Бұл салатқа көп көкөніс қажет емес, 1 дана қияр, 1 дана помидор болса жеткілікті. Және пияздың жартысын ғана қосып жатырмын. Пиязды кейін салаттың ішінде білініп қалмас үшін өте майда қылып тураймыз. Сол кезде ішінде пиязының бар жоғы байқалмайды жеп жатқан кезде. Мінекей қатты ұсақтап жібереміз пиязды. Барлығын бір шұңғыл ыдысқа жинаймыз. Қызанақты да осылайша ұзынша жұқа етіп кесіп аламыз да, барлығын ұсақтап турап шығамыз. Қызанақтың ішіндегі суын мен бөлек алып тастамадым. Салатым сочный, әдемі болып шықсын деп, қызанақты толығыменен қолданып жатырмын. Осындай салатқа әртүрлі түстерді қоссаңыз, әрі балғын көкөністерді қоссаңыз, түсі де әдемі болады, өзі де әдемі болады. Әрі құрамында неше түрлі дәрумендері болады. Керемет салат болып шығады. Аскөкті де осылайша майдалап турап шығамыз. Бұл салат өзі өте жеңіл, тойымды және өте оңай, тез жасалатын салаттардың бірі. Ірімшікті де осылайша үккіштен өткізіп аламын. Аз ғана ірімшік қоссаңыз жетеді. 100 граммдай. Үйде егер ірімшік болмаса, қоспасаңыз да болады. Және горох қосып жібереміз. Одан соң сарымсағымды қосып жібердім, ұсақталып туралған сарымсақты. Кішкене салатымыздың мөлшеріне қарай тұз себелейміз. Майонезімізді қосамыз, майонез молдау қосамыз. Кішкене сосын 2-3 ас қасықтай сметананы қостым. Енді осы қосылған қоспалардың барлығын жақсылап араластырып аламыз. Бұндай салатты түскі асқа немесе кешкі асқа дайындасаңыздар болады.
Өте тойымды, сіңімді, керемет салат. Мінекей менің жасаған салатымда дайын боп қалды. Енді дастарханға апару үшін тарелкаға салып дайындаймыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай керемет салат болды. Өте керемет болып шықты, сочный. Егер майонез қосқыларыңыз келмесе, ауырлау болады деп, орнына қаймақ қоссаңыздар болады. Осылай кішкене үстіне аскөкті қойып, безендіріп, дастарханға алып барсаңыз, дастарханның көркін кіргізеді. Сіздерге менің жасаған осы салатым ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк баса кетуді ұмытпаңыздар. Қазақ тілді арналардың дамуына өз үлестеріңізді қосып, қолдау білдіріп қойсаңыздар, жақсы болар еді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.